Қайырлы күн достар, бүгін біз ego порталының жұмыссыздық анықтамасын аламыз. Ол үшін ең бірінші через ECP арқылы кіреміз, өзіміздің паролімізді дұрыс қылып тереміз. Ego порталына кіргеннен ең бірінші бетте түрлі қызмет түрлері болады. Оның ішінде бізге керегі жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту бөліміне кіреміз. Онда көптеген қызметтер түрі бар. Бізге керегі жұмыссыз ретінде тіркеу туралы анықтама беру деген онлайн сұрау батырмасын басамыз. Және біздің өзіміздің иініміз көрсетіледі. Через ECP арқылы қол қоямыз. Және қол қойған кезде әрса батырмасын таңдаймыз. Паролімізді дұрыс енгіземіз. Екінші әрсаны таңдаймыз. Және біздің құжатымыз уже 10 минуттың ішінде дайын болады. Обновить етіп отырсақ, қазақ және орыс тілінде PDF форматта дайын болады. Оны біз через WhatsApp жіберсек болады.